Оқырмандар, силикат үйден төменгі этаждан квартира іздеп жүрсеңіздер, 4 бөлмелі пәтер шығып тұр. Бұл бізде Қорқыт ата 136А үйі, 76 шаршы метрлік квартира. Мына жағымызда Қорқыт көшесімен қарай кіре аламыз. Мына жағымызда Яссауи көшесімен кіреміз. Мына жақта Говода, Нұр мешіті орналасқан. Мына осы дом, осы подъезд, мына сол жақтағы квартира, мына екінші этаж мына квартира. Ал енді барлығымыз пәтеріміздің подъездімен танысайық, және пәтердің ішін бірге көрейік. Мына біздің подъездіміз көріп тұрсыздар, тап-таза. Модернизация жұмыстары өткен. Маса деген ешнәрсе жоқ. Осылай көтерілеміз жоғарыға қарай. Енді пәтердің ішін көрейік. Мінекей, құрметті оқырмандар, осы біздің пәтеріміздің ішкі көрінісі. Пәтердің жалпы ауданы 76 шаршы метрлі раздельный проект. Мінекей, осы біздің коридордан барлық бөлмелер тарайды. Солдан оңға қарай мына жағымызда бірінші спальня кеткен. Осы спальняның төргі жағында бізде лоджиясы орналасқан. Мінекей, кең лоджия. Оған қарама-қарсы мына жағымызда пәтердің залы. Мінекей, пәтерге жөндеу жұмыстары қажет. Мына жағы Яссауи көшесіне қарап тұр. Залдың оң жағында мына жағымызда пәтердің астында бөлмесі, және мына жақта бізде кладовка орналасқан. Төргі жақта бөлек-бөлек туалет пен ванна орналасқан. Мінекей, бұлай туалеті айрестон орнатылған. Мына жақта ваннасы, мінекей. Және бір-біріне қарама-қарсы тағы екі спальня бар. Мына біздің бірінші спальня. Мына жақта тағы да екінші спальня орналасқан. Және де айта кетейін, оқырмандар, мына сыртқы есігі жаңа, мына жақта мына есіктер алынған. Мінекей, бұлар да жаңа есіктер сатылым бағасына кіреді. Және мынау радиаторлар, алюминий радиаторлар. Олар да сатылым бағасына кіріп тұр. Мінекей, осындай керемет пәтер. Оқырмандар, егер де осы пәтер сізге ұнаса, төмендегі номерге дәл қазір хабарлассаңыздар болады.